Қош бол, сүйікті балабақшам. Осындай атаумен қалалық Алтын Тұмар бөбекжай балабақшасында мерекелік шара өтті. Алғаш мектеп табалдырығын аттағалы тұрған бүлдіршіндер өздері тәлім алған балабақшамен қоштасты. 1 маусым балаларды қорғау күні мерекесімен тұспа-тұс келген балабақшамен қоштасу салтанатты жоғарғы деңгейде ұйымдастырылды. Өзінің 10-шы түлегін мектеп қабырғасына аттандырғалы жатқан балабақша ұжымы мерекелік шараға белсене қатысты. Мектеп табалдырығын аттағалы отырған балалардың балабақшамен қоштасу шарасында бүлдіршіндер жаттаған тақпақтарын айтып би биледі. Сондай-ақ бүгін балаларды қорғау күні мерекесіне орай аталған балабақшада жас ерекшеліктеріне сәйкес ұлттық ойындар ертегілер елінде бала біздің болашағымыз тақырыптарында анимациялық кейіпкерлерді қатыстыра отырып балалармен түрлі іс-шаралар ұйымдастырылуда. Бұған балабақшада тәрбиеленіп жатқан барлық 9 топ, яғни 220 бала қамтылды. Баланың дұрыс өсуіне барлық жағдай жасалған балабақшаға ата-аналардың да ризашылығы мол. Мұндай шараларды ұйымдастырып жатқан балабақша ұжымына өз тараптарынан алғыстарын айтуда. Осында менің немерем келеді, Рамазан. Балабақша өте керемет, өзіме ұнайды. Балабақша меңгерушісі, баламның, ұлымның тәрбиешілері, тәрбиеш көмекшілері, осы балабақшада қызметкерлердің барлығының жұмысы маған ұнайды. Балабақша өте керемет, таза, балаларға тәрбие беру, білім беру жағы да маған өте ұнайды. Өте ырзамыз балабақшаға. Ұлым мұнда ән айтуды, би билеуді үйренді, керемет тақпақтар біледі, үлкендерді сыйлауды, кішіге құрмет көрсетуді үйренді. Құдай қаласа, бұдан кейін де немерелерім болып жатса, осы балабақшаға әкелуге әбден құм болдым. Балабақшаға, балабақша меңгерушісіне, бүкіл балабақша ұжымына, тәрбиешілерге көп өзімнің алғысымды айтамын. Маған негізі бұл жерге 3 немерем келеді. Қызым, 2 ұлым келеді, немерелерім. Негізі қызметтер бәрі жақсы үйретеді. Бірге көрдім, сабақ жазуды бәрі жақсы екен. Салтанатты шарада әр бүлдіршіннің көзі жайнап, қуаныштарында шек болмай тұрғаны көрініп тұрды. Содан болса керек өз өнерлерін барынша паш етіп, келген көрермендердің ыстық ықыласына бөленіп жатты. Қара жорға болмаса, бидің сәнді келдеме, осы де көйлек кимесі, қыздың сәнді. Дүбірлі думанда балабақша меңгерушісі Гаухар Уалиханова балаларға өзінің ыстық ықыласын білдіріп, ақ жол тіледі. Сондай-ақ түлеп ұшқалы тұрған бүлдіршіндерге арнайы диплом табыстады. Біздің балаларымыз ойларын түзеп, ойларын толықтырып, міне мектепке дайын деп те айта аламыз. Бала деген бұл бауыр етің, әр отбасының қуанышы мен байлығы, жаңағы Қазақстан Республикасының өте бір азаматтар мен азаматшалары болып өсет деген ойдамын. Құрметті Серік ұлы Қазбек, Алтын Тұмар бөбекжай балабақшасында тәрбиеленіп, әдепті, үлгілі, тәртіпті, дарынды бала болып бітірген үшін марапатталады. Жарайсың, Қазбек! Осындай дипломмен Ережеп Асия қызымыз марапатталады. Асия, жарайсың! Сондай-ақ балабақша меңгерушісі Гаухар Уалиханова бүгінгі шараны ұйымдастырудағы басты мақсат балаларда отан сүйгіштікке, балалардың бір-бірін сыйлауға үйрету дейді. Шараның басты мақсаты балаларды отан сүйгіштікке, сонымен қатар бір-бірін сыйлауға, үлкендерге құрмет, кішіге ізет көрсетуге тәрбиелеу. Балабақшада балаларды 1 маусым балаларды қорғау күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дендері сау болсын, отбасыларымыз аман болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Бала біздің болашағымыз. Бала деген әр отбасының бақыты мен байлығы. Осы бақыт пен байлықты сақтап қалу біздің басты мақсатымыз деп білемін.
балаларымыз аман болсын. Зияткер ұрпақ тәрбиелеп, еліміздің білім саласындағы әлеуетін көтеруде балабақшалардың алар орны ерек. Бұл тұрғыдан алғанда Алтын тұмар бөбекжайы мемлекеттік талаптарға сай білім беріп отырған мекеме. Оған бүгінгі өткізіліп жатқан мерекелік шара бірден-бір дәлел болмақ. Жантөре Болысмұрат, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.